Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын қуырылған пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстіне аз ғана шекер саламыз, тұзымызды саламыз және аштығымызды салып араластырып алатын боламыз. Араластырып алған соң, ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұндарыңыз аз болса, қоссаңыздар болады. Біз қамырымызды илеп алдық, ал енді жарты кесе сұйық майымызды құйып жібереміз. Кішкене тағы бір илеп жіберіп, бетін жауып, көтерілуге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше картошкамызды пісіріп дайындап алатын боламыз. Маған 3 үлкен картошка қажет болды. Барлығын пісіріп алдым. Ал енді бір пиязды майға қуырып салып жібердім. Дәміне қарай тұздарымызды, бұрыштарымызды қосатын боламыз. Барлығын салып алған соң, картошка езетінмен немесе шанышқының көмегімен жақсылап езіп алсаңыздар болады. Біздің картошкамыз дайын болды, ал енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге кесетін боламыз және қолымыздың көмегімен дөңгелек қылып жасаймыз. Қамырларымыздың үстінен 1-2 рет басып жібереміз. Басып болған соң үстіне салмамызды салып түйетін боламыз. Мен осылай түйдім, сіздер қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Барлығын дайындап түйіп алдық, ал енді қызып тұрған майымызға 2 жағын қып-қызыл қылып пісіріп алатын боламыз. Біздің пирожкилеріміз өте дәмді болып шығады.
Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.